Баршаға сәлем достар, әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін канадалық актер, продюсер, режиссер, бизнесмен Киану Ривз туралы ең қызықты әрі ең соңғы ақпараттарды ұсынатын боламыз. Әзірге арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Киану Чарльз Ривз 1964 жылы Ливанның Бейрут қаласында өмірге келген. Оның анасы ағылшын, әкесі американдық болған. Ата-анасы да метис болғандықтан оның бойында Португалия, Қытай және Гавай елдерінің қаны бар. Актердің есімі Гавай тілінде таудың салқын желі деген мағынаны білдіреді. Яғни Гавайдың әсем табиғатына байланысты қойылған. Анасы Патрисия хореограф болса, әкесі Самуэль әртүрлі жұмыстар жасап күн көретін. Кейінірек геолог болып та жұмыс жасайды. Тұрмысты жақсарту мақсатында олар әртүрлі қалаларға көшуге мәжбүр болды. Осылайша 1966 жылы Австралияның астанасы Сиднейге бет бұрады. Жаңа мемлекетте олардың Кейт есімді қыздары өмірге келеді. Көп ұзамай әкесі отбасын тастап кетіп қалады. Бұған ызаланған Киану әлі күнге дейін әкесімен араласпайды. Күн көріс үшін анасы екі баласын алып Американың Нью-Йорк қаласына келіп костюмер болып жұмысқа орналасқан. Әрмен қарай Канаданың Торонто қаласына көшеді. Бұл жерде анасы Патрисия 3 рет тұрмыс құрады. Өкінішке орай бұл некелердің ешбірі ұзаққа созылмайды. Алайда Киануның өгей қарындастары өмірге келеді. Оның сабақ үлгерімі өте нашар болды, себебі дислексия деген диагноз қойылған болатын. Сондықтан психолог мен логопедтің көмегіне жүгінеді. Бұл ауру Киануға бір жағынан көмек берді, себебі көптеген кітаптар оқып, есте сақтау жады мықты болуына ықпал етті. Сонымен қатар шахматтан қарсыластарының бәрін жеңіп тастайтын. Бір қызығы 5 жылда 4 мектеп ауыстырған жігіт өнер мектебінен де қуылады. Ол өнер мектебінде актерлық шеберлікке қатысатын, әрмен қарай хоккей ойнауға қызығады. Осылайша хоккейге бет бұрған сәтінде Стена деген лақап атқа ие болады. Себебі көбіне қақпада тұратын және жақсы ойнайтын. Киану спорттан бөлек актерлық шеберлік үйірмесіне қатысып жаңа қырын аша бастайды. Тіпті мектеп сахнасында бірнеше қойылымдарға рөл сомдаған. 17 жасында Киану мектептен шығып кетеді, хоккеймен айналысып өздігімен өмір сүргісі келеді. Алайда аяғынан жарақат алған соң спортты да тастайды. Күн көріс үшін газон қырқып, кафеде спагетти дайындап ақша табады. Сол уақыттарда модель ретінде жарнамалық фотосессияларға қатысады. 1983 жылы алғаш рет Кока-Коланың жарнамасына түседі. Актер бұл түсірілімді қазір күліп еске алады, себебі қыстың күні терлеп жүрген және аяғының жүндерін жарнамаға түсу үшін қырқып тастаған. Оның артынша Canon фотоаппаратын және жапондардың вискиін керемет жарнамалап береді. Сымбатты жігітті байқап қалған режиссерлар сериалдарға түсуге шақырады. Актердің үлкен сахнасы «Молодая кровь» киносынан бастап алды. Осы түсірілім үшін Киану $3000 қаламақы алған. Осындай фильмдерден шабытталған актер Лос-Анджелес қаласына көшіп келеді. Бұл уақытта оның өгей әкесі кино әлеміне кіруге көмектесіп, актерға агент тауып береді. Оның ұсынысы бойынша кинода лақап атпен шыға бастайды. Кейбір фильмдерде оның есімі Норман Чарльз, кейбірінде Чак Спиден деп жазылған. 80-ші жылдардың соңында қауіпті байланыс өткен түні, мәңгілік музыка, туысқандар, Билл мен Тедтің оқиғалар секілді фильмдерде жаңа образдарды сомдайды. Алайда «На берегу реки», яғни өзен жағасында фильмі көпшіліктің көңіліне шығады. 1991 жылы «На гребне волны» боевик киносындағы рөлі де сәтті шықты десек қателеспейміз. Себебі осы кинодағы образ үшін MTV Movie Awards марапатында арнайы жүлдеге ие болады. Сәтті шыққан туындылардан кейін актердің өмірі 180%-ға өзгере бастады. Оның уақыты жоспармен белгіленетін, себебі түсірілім алаңдарында жиі болатын еді. 1992 жылы Киану түскен «Дракула» киносы да жақсы бағаланды және қомақты табыс тапты. Ал 1993 жылы кішкентай Будда киносына түсу үшін біршама арықтауына тура келген. Ол үшін күнде тек қана апельсин жеп, су ішіп жүре берген. Аталмыш фильм көп сынға ұшырады, өйткені Буддаға сыйынатындар кинодан көп қателік тапқан. Актердің кино мансабындағы сәтті қадамдарының бірі 1994 жылы жарыққа шыққан «Жылдамдық» фильмі болды. Осы кинодағы басты рөл үшін $1 миллион қаламақыға ие болған. Әрмен қарай Джонни Мнемоник бұлтта серуендеу, тізбекті реакция фильмдері айтарлықтай танымалдылыққа ие бола алмады. Тағы бір сәтті туындылардың бірі 1997 жылы жарық көрген «Адвокат Дьявола» киносы болды. Көрермендер аталмыш фильмді жоғары бағалады. Бір қызығы, Киану осы фильмде
Аль Пачино да ойнасын деп талап қояды және өзіне берілетін $8 миллион қаламақыдан бас тартады. Сол жылы бір кафеде көпшіліктің арасында актердің тамақтанып отқанын көреді. Тамақтанып болған соң көшедегі үй жоқ адаммен әңгімелесіп болған сэндвич берген. Оның қарапайымдылығына риза болған фотограф 2 сағат оны бақылап отырған екен. Киану Ривзді әлемге танытқан бұл әрине «Матрица» фантастикалық фильмі. Аталмыш киноға түсу үшін актерлар құрамы 2-3 ай дайындық жүргізген. Тіпті бір ғана сахна үшін Киану 10 килограмм салмақ тастаған. Ал фильмдегі мотоциклмен жүретін сюжеттерді өз ойнап берген. Сәтті шыққан кинотуынды әлем бойынша $463 миллион табыс табады. «Матрицадағы» Нео есімді жігіттің образын сомдаған үшін актер $10 миллион қаламақы алған. Киану әрмен қарай дублер киносына түсіп, $12,5 миллион қаламақыға ие болған. Бір қызығы, оның агенті актердің рұқсатынсыз дар және бақылаушы фильмдеріне түседі деп келісім шартқа Киануның қолын қойып жіберген. Мұны білген актер ешкіммен соттасқысы келмей, жай ғана осы фильмдерге түсіп бере салған. Бұл уақытта актер өзінің қарындасының құрбысы Дженнифер Сайнмен кездесіп жүреді. Олар тіпті қос ғашық ретінде үйленуге шешім қабылдаған болатын. Өкінішке орай Дженнифер жүкті кезінде іштегі баласының жүрегі тоқтап шетінеп кетеді. Бұл жағдай екеуіне де ауыр тиді. Киану күйзеліске түсті, ал оның ғашығы Дженнифер ішімдікке салынып кетеді. 2001 жылы Дженнифер жол-көлік апатынан қайтыс болады. Сол уақыттан бастап Киану басқа қыздарға көп қарай бермейді. Тіпті одан кейінгі кездесіп жүрген қыздармен тез айырылысып кете берген. 2001 жылы Киану Ривз белгілі бір кинорежиссер «Сладкий ноябрь» драмасын түсіріп жатқанын естеді. Оқиға желісі актердің өміріне ұқсас болғандықтан режиссерға барып, «Мен осы кинода басты рөлді ойнайыншы» деп өтінген екен. «Сладкий ноябрь» фильмі кең танылмаса да киносүйер көрермен үшін жақсы туындылардың бірі болып қалды. Айтпақшы достар, 2001 жылы Киану Ривз түскен «Хардбол» драмасы маған қатты ұнайды. Сюжет қарапайым болса да жасөспірім балаларды спортқа баулығаны ерекше әсер қалдырады. Дегенмен осы кинодағы образ үшін ең нашар ер адам образы деген анти-марапатқа ие болған. 2003 жылы актер ережемен жүретін махаббат киносына түседі. Оның артынша «Матрица» киносының 1-2 бөлімі жарық көреді. Компьютерлік графикамен толыққан кино өз аудиториясына ұнады және әлем бойынша $1,5 миллиард табыс табады. Киану 2 кинодан түскен табыстан 15% үлесін және $30 миллион қаламақы алады. Ал енді осы жерде қызықты ақпарат айтып өтейік. Киану Ривз жалпы «Матрицаның» 3 бөлімнен $250 миллион табыс тапқан екен. Бір қызығы, «Матрицаны» түсірген ұжымдағы барлық әріптестеріне сыйлықтар алады және күніге түсірілім алаңына келгенде әрбірмен жеке-жеке амандасып шығады екен. Онымен қоса өзіне берілетін $80 миллион бас тартып, сол жердегі гримерлар, монтажерларға және каскадерларға бөліп берген. Осылайша түсірілім алаңында жүргендер бір күнде миллионер болып кеткен екен. Актердің айтуынша, олардың жұмысын көпшілік бағалай бермейді. Расында бұл шындық. Актер тоқтаусыз фильмдерге түсіп жатқанда қарындасы Кейт лейкемия дертімен ауырып жатады. Киану барлық жұмысын тастап Швейцарияның Монтрео қаласына барып қарындасын емдетеді. Нәтижесінде Кейт толық жазылып шығады. Осы жағдайдан соң актер қайырымдылық жұмыстарына қолдау көрсетіп, белсенділік танытып жүреді. Актердің қоржыны бұл уақытта Константин, Жаман әдет, Элли, Паркер және Көше королі фильмдермен толықты. Константин фильміне киносыншылар түрлі пікірлер айтты. Көше король болса жоғары бағаланды. Алайда актриса Сандра Баллок екеуі басты рөл сомдаған «Көл жанындағы үй» мелодрамасы көпшілік ғашықтардың сүйікті фильміне айналып кетті. Қазіргі уақытта да қыз бен жігіттер осы фильмдерді жиі тамашалайды. Ал 2008 жылы экранға шыққан «Жер тоқтаған күні» фильмі актер үшін ерекше болған рас, себебі режиссер Киану Ривзден басқа ешкім бұл образ сомдай алмайтынын түсінген. Ал түсірілім кезінде актер импровизацияға көп ерік беріп, өз сөздерінде көп қосады. Бұл жағдай оның кинорежиссер болуына түрткі болды. Осылайша мастер Тейдзи киносын өзі түсіріп, толықтай өзі режиссерлік етеді. Өкінішке орай $25 миллион қаражат кеткен фильм кинопрокаттан небәрі $4 миллион табыс табады. Ал оның актерлық мансабы да бұл уақытта бұрынғыдай жантанып тұрмады. Киану басты рөл сомдаған кинолар айтарлықтай көзге түсе бермеді. Әсіресе Доча Бога фильмі кинопрокаттан өте аз қаражат жинады және көп сынның астында қалды. Айтпақшы, осы киноның премьерасы басталар кезде актер 20 минут кешіккен. Оның себебі премьера өтетін клубта адамдар тізіліп кезекпен кіріп жатқан. Үстіне пальто, аяғына қарапайым бәтеңке киген Киану сол кезектің ең соңында тұрып, ешкімге бөгет болмай көрермендермен бірге кірген екен. Оны қарапайым киіміне ешкім танымай қалған. Одан кейінгі шыққан
Генриттің криминалды фишкасы 47 Ронин, үшеуі Нью-Йоркта фильмдері де сәтсіз болды. Ал режиссер Элай Рот таспалаған «Кто там» триллері де айтарлықтай табыс әкелмеді. Бұл уақытта Кианоның актерлық мансабы өшіп бара жатқан еді. 10-ға жуық фильмдері сәтсіз болды, алайда 2014 жылы экрандарға шыққан Джон Уик экшн фильмі актердің мансабын қайта жаңартты. Аталмыш фильмде актер Джон Уик есімді кісі өлтірушінің образын сомдайды. Қызықты сюжет, керемет сценарий, ерекше атыс-шабыстар кино картинаның сәтті шығуына ықпал етті. Джон Уик киносын көрермендер мен киносыншылар жоғары бағалады. Бір қызығы, осы кинодан соң Алтын малина кино премиясында актерлық мансабын қайта дамытқан үшін деген күлкілі номинацияға ие болды. Бұл бекер емес еді, себебі 5-6 жыл көлемінде оның фильмдері тек сынға ұшырап жүретін. Сәтті шыққан киноның келесі бөлімдері де түсіріле бастады. Тіпті Джон Уиктің компьютерлік ойында сатылымға шығады. 2015 жылы «Защитник», «Плохая парня», «Я новый демон» фильмдері жарық көреді. Оның артынша басты рөлде ойнаған «Репродукция» фильмі қатты сынға ұшырайды. Одан кейінгі шыққан «Бойдақтың қалай үйлендіруге болады», «Профессионал», «Сүйекке дейін» фильмдерде айтарлықтай көзге түсе қоймайды. Кианоның жанкүйерлерін қуантқан бұл Джон Уиктің екінші, үшінші бөлімдері болды. Екінші бөлімі 171 миллион, ал үшінші бөлімі 327 миллион доллар табыс тапты. Кинодан бөлек актер «Ойыншықтар хикаясы» мультфильмінің 4-ші бөліміне, «Супер питомцы» және «Губка Боб» мультфильмдерінде, сонымен қатар Киано атты комедияда өзімен аттас мысыққа дубляж жасайды. 2021 жылы Кианоны әлемге танытқан «Матрица» киносының жаңа бөлімі «Матрица. Воскрешение» атауымен экрандарға шығады. «Матрицаның» жанкүйерлері бұл жаңалықтан қуанғанмен, кинотеатрдан көрген соң көпшілігі сын айтады. Себебі актер Джон Уиктің 4-ші бөліммен «Матрицада» бірдей типажда ойнаған. Яғни Джон Уиктің бет-әлпеті «Матрица» кейіпкермен бірдей, ешқандай өзгеріс жоқ деп көрермендер өз реніштерін айтқан. Осы жылы көпшілік асыға күткен Джон Уиктің 4-ші бөлімі жарыққа шықты. Басты рөлде Киано Ривз, Донни Йен және бойка рөлмен танылған актер Скотт Эткинс те бар. Джон Уиктің 4-ші бөлімі өз жұмысын аяқтады, яғни көпшіліктің көңіліне шықты және әлем бойынша 200 миллион доллардан астам қаражат жинауда. Өкінішке орай осы бөлімде Джон Уик образы қайтыс болады. Яғни актер бұл образға енді қайта оралмайды. Дегенмен 5-ші бөлімі шығатыны және басты рөлде әйел актриса ойнайтыны белгілі болды. Ал Киано Ривздің 5-ші бөлімі эпизодтық рөлде ғана көретін боламыз. Киано Ривз Голливудтағы ең бай актерлардың бірі. Оның қазіргі байлығы 380 миллион долларды құрайды. Актердің киноға түсу қаламақысы 20 миллион доллардан жоғары. Оның Голливудтағы вилласы 5 миллион доллар тұрады. Үйдің дизайнын, мебельдердің бәрін актер өзі таңдаған. Киано Порше көлігін қатты ұнатады. Гаражында Поршенің бірнеше түрлері бар. Сонымен қатар Джон Уик киносындағы Форд Шелби Мустанг көлігі де актердің өз көлігі. Одан бөлек мотоциклдің 10 шақты түрін жинап тастаған. Бос уақытында мотоциклмен серуендейді. Серуендемекші актер өте қарапайым, кейде метромен, кейде қоғамдық көлікпен жүре береді. Қымбат брендті киімдерге қатты әуес емес. Ең бастысы арзан болса да өзіне қолайлысын киеді. Тіпті кезінде кинопремияға ескі кедасын киіп бара салған. Айтпақшы, 2019 жылы ол мінген ұшақ ауа райының қолайсыздығына байланысты басқа бір жерге барып қонады. Актер Лос-Анджелеске жете алмай, өзі автобус жалдап ұшақтағы барлық адамдарды мінгізіп, тегін апарып тастайды. Айтпақшы, «Матрица» киносының 3 бөлімінен жалпы алғанда 250 миллион доллар қаламақы алған. Бір қызығы, «Матрицаның» түсірілім алаңында жүрген барлық әріптестеріне сыйлық пен ақшалай қаражат берген және барлығына Харли Дэвидсон мотоциклін табыстаған. Не деген жомарт адам десең. Сонымен қоса, жыл сайын миллион доллар жұмсап қайырымдылық жұмыстарына атсалысады. Жеке өміріне келсек, 2019 жылдан бері Александра Грант есімді суретші әйелмен кездесіп жүр. Я достар, Киано қызбен емес әйелмен кездесіп жүр. Александраның жасы қазір 50-де, алайда екеуін бірге көргендер әжесі деп ойлап қалады. Актер ертеңгі күнге жоспар құрмайды. Таң атқанда жүгіргісі келсе жүгіреді, ерінсе баскетбол ойнайды немесе тамақ дайындайды. Кейде саябаққа барып демалады. Айтпақшы, 2013 жылы саябақта хот-дог жеп отырғанын бір фотограф түсіріп алып әлеуметтік желіге салып жібереді. Бір қызығы, бұл фото әзілге айналып WhatsApp-тарда мем болып таралып кетеді. Оның мұңайып отқан фотосына күлген жанкүйерлері әрқашан назардан тыс қалдырмайды. Тіпті 15 маусымда бейресми Киано Ривз күні деп те атап кеткен. Актер өзі ойдан құрастырып Берзеркер образын жаратқан. Бұл Netflix кинокомпаниясына ұнап қалады және осы кейіпкер туралы аниме сериал түсіруді жоспарлауда. Айтпақшы, Киберпанк 2077 компьютерлік ойында Киано Ривздің типажы қойылған. Бұл ойынды жастар көп ойнайды. Актердің тағы да бір қыры гитарада керемет ойнайды. 2000 жылдары рок-музыкант ретінде өнер көрсеткен. Алдағы уақытта актер Киано Ривздің қатысуымен Балерина фильмі
Константин киносының жаңа нұсқасы жарық көреді деп күтілуде. Танымал әрі өте қарапайым актер Киану Ривз қазір 60 жасқа келіп қалды. Өзінің актерлық мансабында ол 100-ден астам фильмдерде рөл сомдады. Әрбір ерекше образымен үздік актер, үздік образ, үздік ер адам рөлі секілді бірнеше марапаттарды иеленді. Тіпті жас кезінде Голливуд аллеясында арнайы тақтайшасы орнатылды. Бұл Киануның 50 жылдық еңбегінің жемісі деп білеміз. Актердің айтуынша, ақша, байлық өмірдегі маңызды дүниелер емес, ең маңыздысы өзің және сен сүріп жатқан өмірдің шындығы. Достар, Киану Ривз ойнаған қай кино сізге ұнайды? Мысалы, мен Хардбол киносын көріп көзіме жас алғам. Кедей ауданда туылған балалардың чемпион еткен жаттықтырушы туралы керемет драма. Өзіме қатты ұнаған, алайда Матрица мен Джон Уик фильмдерінде қайта көріп жалықпаймыз. Өз ойларыңызды төмендегі комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Алдағы уақытта қай танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар бергеніміз қалай, сонда жаза кетіңіз. Ал біз кезекпен шығарып тұруға барымыз саламыз. YouTube арнамыздың Telegram және TikTok парақшаларына тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі қызықты видеоларымызды салып отырамыз. Бұл Хамит Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамит, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Тұрақты көрермендерімізге амандық, саулық тілейміз.